Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бірге Таңжарқын менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, керемет сникерс пирогын әзірлейміз. Пирогымыздың жасалу жолы өте оңай, әрі дәмі де керемет болып шығады. Ең алдымен сникерс пирогымыздың қамырын елеп дайындап аламыз. Ұнымызды електен өткізіп аламыз. Ұнымыздың үстіне какаоымызды саламыз. Разрыхитл қопсытқышымызды қосып, құрғақ заттарымызды жақсылап араластырып аламыз, біріктіріп. Осылай араластырып алдым. Енді үстіне үй температурасында тұрған сары майымызды қосып, жақсылап араластырып, крошка жасап аламыз, біріктіріп. Осылай жақсылап араластыра отырып, крошка жасап алдым. Енді ортасын ашып, бөлек ыдысымызға шекеріміз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырамыз. Шекеріміз ерігенше осылай біркелкі қылып араластырып алдым. Енді ұнымыздың ортасына құйып, сұйықтығымызды жақсылап біріктіріп, қамырымызды илеп аламыз. Майымыз жұмсақ болғандықтан тез иленеді. Осылай астынан үстінен қарай араластыра отырып, қамырымызды біркелкі қылып илеп алдым. Өте жұмсақ қамыр шығады. Қамырымыздың демалдырудың қажеті жоқ. Бірденен формамызды алып, пирогымызды пісіре береміз. Мен осындай форма пайдаландым. Формамыздың шетіне, астына, барлық шетіне сары майымызды жағып шығамыз. Осылай жағып шықтым. Енді илеп алған қамырымызды алып, формамызға шетіне бортик шығара отыра жайып шығамыз. Біркелкі қылып осылай формамызға қамырымызды біркелкі қылып жайып шықтым. Енді бөлек қойып, салмамызды дайындап аламыз. Мен осылай вареный сгущенка пайдаландым. Осындай бір құтымыздың барлығын саламыз ыдысымызға. Осылай вареный сгущенкамыздың үстіне жер жаңғағымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сникерс пирогымыздың құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай салмамызды жақсылап араластырып алып, қамырымыздың үстінен салып, жақсылап бір тегіс етіп жайып шығамыз салмамызды. Осылай салмамызды жайып шыққасын, енді қамырларымыздың барлығын формамызға тегістеп, дұрыстап, осылай тегістеп, дұрыстап алдым. Енді 180 градуста 25-30 минутта пісіп шығады пирогымыз. Осылай керемет болып шығады. Жақсылап суытуға қоямыз 2-3 сағатқа. Суығаннан кейін формамыздан шығарып пирогымызды. Енді үстіне ганаш жасап аламыз. Мен осы Қазақстан шоколад алдым. Қазақстан шоколадымызды ыдысымызға салып, үстінен сары майымызды қосып, үй температурасында тұрған жақсылап ертіп аламыз. Енді үстіне жер жаңғағымызды салып, жақсылап араластырып, ганашымызды құямыз. Осылай үстінен құйып, барлық шетіне тегістеп жағып аламыз. Біркелкі қылып, барлық шетіне бірдей қылып жағыңыздар, сонда әдемі көрінеді пирогымыз. Осылай жағып шықтым. Енді холодильникке суытып алып, жарты сағатқа қойып аламыз. Жарты сағаттан кейін пирогымызды кесіп, дастарханға ұсынамыз. Пирогымыздың ортасы осылай шығады. Өте әдемі болып шығады. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош сау болыңыздар.